Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Алтынбек Ернар. Бүгін біз 2015 жылы шыққан Құмырсқадан фильмін ұсынамын. Скотт Лэнг есімді жігіт өзінің түрмеден шығуын тойлап жатады. Ол бір нәрсені взломат еткені үшін түрмеден қамалған еді. Оны Луис есімді досы күтіп алады. Ол да бір жыл бұрын түрмеден шыққан еді. Луис Скоттқа тұрып жүрген мекен-жайын айтады. Скотт бір жерге жұмысқа кіреді, бірақ ол жердің бастығы Скоттың $1 миллион взломат етіп түрмеге отырған білген соң, оны жұмыстан шығарып жібереді. Скотт досы Луиске келеді. Луис тағы ұрлық жасауға шақырғанда Скотт бас тартады. Атақты ғалым Хэнк Пим өзінің бұрынғы зертханасына келеді. Бұл жердің қазіргі басшысы Хэнк Пимнің бұрынғы шәкірті Дарон екен. Бұл жерде онымен бірге Хэнк Пимнің қызы Хоуп Ван Дайн да жұмыс істейді екен. Бірақ әке мен қызының арасында қарым-қатынас өте нашар. Дарон жұртшылыққа бір кішкентай нысан әскерлерді онды-сонды лақтырып жатқан ескі видеозаписті көрсетеді де, мұндай технология жасау мүмкін екенін айтып, жансыз нәрселерді кішірейтуді жасай алғанын көрсетеді. Бірақ әлі жанды тіршілік иелерін кішірейте алмай жатыр екен. Сол кезде Хэнк Пим Даронға жобаны тоқтату жайлы өз ойын айтады. Сол кезде Дарон бұл жобаны 40 жыл бойы жұрттан жасырып келдін. Енді өзім ойлап тауып бүкіл әлемге көрсетем дейді. Сол кезде Скотт өзінің қызының үйіне келеді. Сонда Скотттың бұрынғы әйелінің күйеуі Скоттты жақтырмайды. Себебі Скотт алимент төлемейді екен. Скотт қызына ұсқынсыз қоян ойыншық береді. Ол қызына ұнайды да Скотт кетіп қалады. Дарон кішірейтетін құрылғы арқылы жобаға қарсы болып жүрген қызметшісін кішірейтіп жібереді. Бірақ көріп отқандай әлі адамдарды кішірейтуі мүмкін емес. Скотт жұмыс таба алмай және алиментті төлеу үшін Луис досына келеді де не ұрлық бар дейді. Сөйтсек Луис бір баламен сөйлесіп отырыпты, ал ол бала бейсбол жақта бір жігіттің әңгімесін естіп қалыпты. Ал ол жігіт бір қыздан бір шалдың үйінде бір бөлмеде сейфте құнды зат бар екенін айтыпты. Бірақ ешкім сейфте именно не бар екенін білмейді. Бар білерлері ішінде құнды зат бар және сейф үлкен, және осы сейфтегі ақшаны немесе құнды затты ұрлауымыз керек дейді. Сөйтіп олар ұрлыққа дайындалады. Скотт үйдің есігіне оп-оңай ашады. Жертөленің кілті саусақ ізімен ашылатынын байқап, оны да үйтіп-бүйтіп жүріп ашып алады. Кірсе Титаниктің металынан жасалған сейф шығады. Бірақ оған бұл әңгіме емес. Оны да бұзып ішіне кірді. Бірақ ішінде тек ескі киімнен басқа еш нәрсе жоқ екен. Осы кезде мұның бәрін Хэнк Пим кішкентай тыншысы арқылы бақылап отырыпты. Ал ана жақта болса Дарон әлі кішірейтетін құрылғысын сынап жатыр. Сол кезде Луистің үйінде костюмді Скотт киіп көреді. Сөйтіп бір түрлі кнопкаларды байқап басып көреді де құмырсқа көлеміне дейін кішірейіп кетеді. Негізінен Скоттқа костюмді беру Хэнк Пимнің жоспары болды. Толығырақ біраздан соң айтып берем. Сөйтіп Скотт вечеринкада пылесостың ішінде болып, тышқанмен кездесіп, сыртқа әйтеуір шығады. Не болғанын өзі де түсінбей қалды. Түнге таман костюмді алып, ұрлаған үйіне барып, костюмді орнына қойып кетіп бара жатқанда полицейлер ұстап алады. Онда ол бұрынғы әйелінің қазіргі күйеуінің үйреншікті сөзін естиді. Ал тергеу бөлмесінде Хэнк Пим кездесіп, оған екі таңдау жасайды. Өмір бойы осылай ұры болып өту, немесе супер батырға айналу деген. Кешкісін оған құмырсқалар костюмді алып келеді. Скотт костюмді киіп сыртқа шығады. Ол ұшатын құмырсқаға мініп қашып кетеді. Бірақ жолда басы айналып есінен талып қалады. Ертесі Скотт Хэнктің үйінде оянады және ол Хоуп Ван Дайнды көреді. Жалпы Хэнк Пим Скоттты ұзақ уақыттан бері зерттеп жүріпті және оның ұрлау тәсілі ұнапты. Хэнк Даронның жоспарын құрту үшін ондағы костюмді ұрлағысы келеді екен. Және ол үшін Хэнкқа Скотт керек. Хэнк Пим кәрі болған соң бұл тірлікті өзі жасай алмайды. Ал қызы Хоуп Ван Дайнның бұл костюмді кигенін қаламайды. Шамасы араларында отбасылық мәселелер бар. Хэнк Пим қанша кішірейсен де күшін үлкен кездегідей болып қалатынын айтты.
Ол кезде Дарон тірі ағзаны кішірейтуді ақыры ойлап тапты. Скотт болса дайындалып жатады. Ол дұрыс кішіреуді, төпелесуді, құмырсқалармен сөйлесуді үйреніп жатады. Және бір ұшатын құмырсқамен жақсы достасып алады да оған Энтони деген ат қояды. Хэнк кішірейтетін және үлкейтетін құрылғыны көрсетеді және осы арқылы зертханадағы бүкіл мәліметтерді жойғысы келеді. Скотт бүкіл құмырсқалармен достасып алды. Сөйтіп ол Хоуппен сөйлесіп, Хэнктің бұл тапсырма қауіпті болған соң сені құрбан еткісі келмейтіндігін айтады. Сол кезде Хэнк Хоуптың анасына не болғанын айтып береді. Осыдан 40 жыл бұрын Хэнк пен әйелі бір құпия организацияда құмырсқа адамдар болып жұмыс істепті. Олар бір ракетаны тоқтату керек болды. Ракетаның металлының арасы тым кішкентай болғандықтан атом мөлшеріне дейін кішірею керек болыпты. Хэнктің костюмінің кішіреуі бұзылып қалғандықтан оның әйелі кішірейіпті. Сөйтіп ол атом әлемінен қайтпапты. Бірақ ракетаны тоқтатты. Қыз бен әке татуласты. Ал Скоттен алғашқы миссияны бастайды. Ол мына құрылғыны ұрлау керек екен. Бірақ құрылғы кімде екенін білмейді. Сөйтсе кек алушыларда екен. Жер бетінің басты супер батырлары. Скотт қыранмен кездессе де қыранды жеңе алды. Сол кезде үйге Дарон келіп, оны жобасын ашылу салтанатына шақырады. Хэнк келіседі. Скотт достарын шақырып костюмын көрсетеді де ұрлықты бастайды. Луис күзетші болып киініп алады. Хоуп ұрланған құрылғыны орнатады. Хэнк зертханаға қонақ ретінде келеді. Скотт Энтонимен бірге тоқ жүйесіне кіреді. Жігіттерде бір проблема туып қалды. Бірақ қорғаныс жүйесін өшіріп үлгерді. Бірақ костюмды алып кете алмады. Дарон костюмды себебі алып үлгерген еді. Ол Хэнктің костюмын көріп таң қалды. Бірақ ол Хэнкті өлтірмекші. Сонда оған Хоуп тосқауыл болады. Ол кезде Скотт шығып үлгереді де шайқас басталады. Дарон Хэнкті жаралап қашып үлгереді. Скотт Даронның артынан қуалады. Хэнк бір кішкентай танкіні үлкейтті де ол шынайы танкі болып шыға келді. Скотт Энтониге мініп қуалап барады. Бірақ қууда Энтони қаза тапты. Скотт қатты ашуланып төгіше қақырып төбелес шығарады. Дарон өз костюмін киіп алады. Оның костюмі Скоттікіне қарағанда әлдеқайда мықты екен. Олар жерге түседі де Скотт Даронның денейін деп жатқанда полициялар келіп қалады да олар қазіргі әйелінің күйеуі екен және де Скоттты тұтқындап алып кетіп бара жатады. Скотт не болып жатқан айтқысы келді, бірақ оны тыңдамады. Сол кезде Скотттың әйелінің үйінде ұры кіргені туралы хабарлама кіреді. Әйелінің күйеуі Скоттты машинада қалдырып кетіп қалады. Скотт басына шлемін киіп, кішірейіп қызын құтқаруға балады. Сөйтіп олар ойыншықтарды лақтырып шайқасады. Бірақ Скотт жеңіліп барады. Сондықтан ол атом мөлшеріне дейін кішірейіп Даронды жоқ етіп жібереді. Бірақ Скотт та өзін тоқтата алмай соңында атом мөлшеріне дейін кішірейеді. Бірақ ол үлкейтетін құрылғы арқылы қайта үлкейді. Хэнк атом әлемінде не бар екенін сұрағанда Скотт ешнәрсе жоқ екенін айтады. Скотт пен Хоуп бір-бірін жақсы көріп қалады. Біраз уақыттар өткен соң Скотт пен отбасысы татуласты. Енді Скотт өмірін ғана өзгертіп қоймай, енді супер батырға айналды. Құмырсқа адам фильмі өте күлкілі және де қызықты. Көргенде ішім пыспайды. Бірақ та фильм 2015 жылы шыққан және де дәл осы уақытта кек алушылар Альтрон дәуірі шығып, фильм аса қатты танымалдылық ала алмай қалды. Видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Және де фильм сіздерге қандай деңгейде ұнағанын айтып, өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.